Сіздердің де үйлеріңізде әрдайым зарядник, наушниктарыңыз шашылып жататын болса, онда сіздерге дәл осындай обнимашка для кабеля қажет. Оның жасалу жолы өте оңай, сондықтан да менімен бірге болыңыздар. Кез келген түсінен жасап алсаңыздар болады. Мінекей қарапайым ашып, кабельдарыңызды орап, жинақтап, дәл осы обнимашкамызбен жапсырып қоямыз. Әрі жинақы тұрады. Сөмкелеріңізге де жинақы салып қоятын боласыздар. Ол үшін ең алдымен осындай қағазымызды екі бүктеп, жанынан 5 см, астынан 5 см сызып, жүрекше сызып аламыз. Бұл қағазды ашқан кезде бізде осындай 2 дана бір қағазда шығады. Енді осыны кез келген эко-кожа матаңызға қойып, бастырып аласыздар. Осылай зыр-зыр етіп бастырып, осыны енді әдемілеп тұрып қиып аламыз. Ал мінекей қиып алдым. Ендігі кезекте осы матамызды әдемілік үшін шетінен 1 мм қашықтықта тігіп аламыз. Ал мінекей тігіп алдым. Ендігі кезекте шетіне бізге кнопка орнату керек. Ол үшін сіздерге осындай дыракол керек. Дыракол болмаса кез келген бір үшкір затпен осылайынан тесіп аласыздар. Мінекей тесіп алғаннан соң, енді біз осы орынға кнопкамызды орнатамыз. Ол үшін бізге пресс керек. Прессте өзінің насадкалары болады, кнопкаға арналған. Алдымен астына кнопканы қойып, үстіне келесі фурнитурамызды бекітеміз. Осы жерге беткі бөлігін астына қаратып, үстінен басамыз. Мінекей орнаттық. Ендігі кезекте пресстегі фурнитурамызды ауыстырып, осы жерге келесі кнопканың фурнитураларын орналастырамыз. Ал мінекей салып алдым. Енді астына қаратып, беткі бөлігін тағы да жақсылап тұрып қатты басамыз. Ал мінекей екінші бөлігі де орнатылды, тексеріп көреміз. Ал сіздерде осындайдың кез келгенін жасап алып, пайдаларыңызға асырсаңыздар болады. Үйлеріңіздегі зарядниктарыңыз бір орында жинақы тұратын болады. Егер де мастер-класс пайдалы болса, пайдаларыңызға асса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған өнерлі ана.